Саламатсыздар ма? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі химия пәнінің оқытушысы Кереева Гүлшат Көвенқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көмір сулар. Сабақтың мақсаты оқушыларға көмір сулардың маңызды өкілдері, жіктелуі, құрамы, құрылысы, атаулары жайлы мағлұмат беру. Фотосинтез процесі нәтижесінде қанттан түзілетінін түсіндіру, біліктілік қабілеттерін ояту. Дамытушылық оқушыларды көмірсулардың ашу процестерімен, организмде крахмалдың қоректік зат ретінде сіңірілуімен таныстыру, алған білімдерін дамыту, тереңдету. Тәрбиелік оқушыларды өз бетімен жұмыс жасауға, ізденімпаздыққа тәрбиелеу. Мен сіздерге бірінші тақырыпты бастамас бұрын фотосинтез процесі туралы видеороликті көрсеткім келеді. Қарайық. Фотосинтез процесі. Фотосинтез өсімдіктер тек көмір қышқыл газы, су, күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы өз-өздерін қоректендіре алады. Не ол жердегі тіршіліктің барлық күрделі түрлерін қамтамасыз етеді. Әрбір жапырақ күн энергиясын тұтынатын қорек фабрикасы. Өз қорегін өндіру үшін өсімдікке қарапайым ингредиенттер тізімі қажет: су және көмір қышқыл газы. Су өсімдікке тамыр жасушалары арқылы түседі де жапырақтарға ксилема деп аталатын түтікшелермен жеткізіледі. Хлорофилл. Бұл басты кілт. Ол күннің энергиясын ауадан келген көмір қышқыл газы мен судан келген сутегін байланыстыру үшін қолданылады. Фотосинтез процесінің теңдеуі қарапайым. Бұл маңызды процессіз өсімдіктер өсе алмас еді. Егер өсімдіктер өспесе және көбеймесе, басқа ағзалар қоректене алмайды. Өсімдіктер тағам тізбегінің негізі болып табылады. Өсімдіктердің көмір қышқыл газын тұтынуы және фотосинтез арқылы оттегінің бөлінуі біздің тіршілігіміздің қамтамасыз ететін атмосфераны құрайды. Сондықтан фотосинтез ең маңызды химиялық реакциялардың бірі. Жақсы. Видеороликте көрген фотосинтез процесі, яғни тағы бір қайталап өтейік, жасыл өсімдіктерде күн сәулесі энергиясының және хлорофиллдің әсерінен фотосинтез процесі жүреді. Су мен көмір қышқыл газынан көмір сулар түзіледі және оттек бөлінеді. Олардың жалпы формуласын біз көмір қышқыл газы алдына N қою арқылы жазамыз, және су, сонымен қатар көмір су бөлінеді және оттек бөлінеді. Нақты мысал ретінде көмір қышқыл газына суды қосқанда глюкозаның түзілуін көреміз, екінші реакция теңдеуінен, және оттегінің. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз осы фотосинтез процесі нәтижесінде түзілетін көмір сулар туралы. Көмір сулар деген не? Көмір сулар бұлар қанттар. Табиғи органикалық қосылыстардың маңызды кластарының бірі. Олар өсімдік және жануарлар организмінде кең тараған және биологиялық процестерде маңызды рөл атқарады. Олардың жалпы формуласы CnH2O(M) деп жазылады. Көмір сулардың қызметтері. Олар биологиялық үрдістерге қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Ағзадағы жүретін метаболизмдегі синтезделетін аралық немесе соңғы өнімдер үшін бастапқы материал болып табылады. Көмір суларға өсімдіктердің құрғақ затының 80%, жануарларда 20% сәйкес келеді. Адам тамағының шамамен 70% көмір судан тұрады. Тарихи анықтама беретін болсақ, адамдар көмір суларды өте ерте кезден бастап қолданып келеді. Ең бірінші адам танысқан көмір су, бұл көмір судың қоспасы бал болған. Қант қамысының отаны солтүстік батыс үнді Бенгалия, европалықтар қант қамысымен Александр Македонскийдің біздің заманымызға дейінгі 327 жылы жорықтары нәтижесінде танысқан. Крахмал гректерге ертеден белгілі болған.
Қант қызылшасындағы қантты таза күйінде 1747 жылы неміс химигі Марков алған. 1811 жылы орыс химигі Кирков алғаш рет крахмалды гидролиздеп глюкоза алған. Алғаш рет глюкозаның дұрыс эмпирикалық формуласын 1837 жылы швед химигі Берцелюс ұсынды. Яғни оның формуласы С6H12O6. Көмірсуларды формальдегидтен кальций гидроксидінің қатысында синтездеуді 1861 жылы Бутлеров жасады. Көмірсулардың жіктелуі. Көмірсулар жай және күрделі болып екіге жіктеледі. Жай көмірсуларға моносахаридтер жатады. Күрделі көмірсуларға дисахаридтер және полисахаридтер жатады. Моносахаридтерге глюкоза, фруктоза, галактоза жатады. Бұлар гексозаларға жатады. Және рибоза, дисоксирибоза жатады. Бұлар пентозалар. Дисахаридке сахароза, лактоза, мальтоза. Полисахаридке крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин жатады. Көмірсулардың молекулалық массасы артқан сайын олардың суда ерігіштігі азаяды және дәмінің тәттілігі де кемейді. Моносахаридтер глюкоза, фруктоза, рибоза жататынын айтып өттік. Бұлар моносахарид деп аталу себебі моно дегеніміз бір деген мағынаны білдіреді, яғни олар гидролизденбейді. Дисахаридтер гидролизденеді. Гидролизденгенде екі моносахаридке гидролизденеді. Реакция нәтижесінде екі моносахарид түзіледі. Сондықтан бұлар дисахарид деп аталған. Яғни ди деген сөз екі деген мағынаны білдіреді. Оларға сахароза, лактоза жатады. Жалпы формуласы С12H22O11. Полисахаридтер гидролизденгенде нәтижесінде көп немесе бірнеше молекуласы түзіледі. Сондықтан бұлар полисахарид деп аталған, яғни поли деген сөз бірнеше көп деген мағынаны білдіреді. Оларға крахмал, целлулоза, гликоген жатады. Олардың формуласы С6H10O5 және оларды жақшаға алып N деп жазамыз. Өйткені бұл жерде N деп отырғанымыз бірнеше көп деген мағынаны білдіреді. Моносахаридтерге тоқталатын болсақ, моносахаридтер пентозалар, рибоза, дисоксирибоза жатады. Бұл жерде пента деген сөз 5 деген мағынаны білдіреді, яғни оларды тұйықталып орналасқан көміртектер, яғни 5 бұрышы болады. Сондықтан бұлар пентоза деп аталған. Моносахаридтер гексозалар, яғни гексоза деп отқанымыз, бұл жерде гекса 6 деген мағынаны білдіреді. Бір тізбектің бойында 6 көміртек орналасады. Сондықтан бұлар гексозалар деп аталған. Оларға глюкоза, манноза, фруктоза жатады. Яғни бұлардың ұқсастықтарын мына жерден көруге болады. Мына жерде қоршалып тұрған бөлігі олар бір-біріне ұқсайды. Ал айырмашылықтарына келетін болсақ, мысалға глюкозада CHO деген альдегид тобы бар. Одан кейін екінші көміртектің оң жағында гидроксил тобы, сол жағында сутек орналасқан. Ал маннозада бұда да альдегид тобы бар, бірақ екінші көміртектің оң жағында сутек орналасқан, сол жағында гидроксил тобы орналасқан. Үшіншісі фруктозада карбонил деген топ бар. Карбонил тобы бар, және CH2OH. Яғни айырмашылықтары бұлардың осы көміртектерде орналасқан топтарда болып тұр. Дисахаридтер. Дисахаридке сахарозаны жатқызамыз. Бұл кәдімгі үйдегі тағамдық қант болады. Ол қант қызылшасы мен қант қамысында көп мөлшерде кездеседі. Сахарозаның түзілуі глюкозаның, альфа-глюкозаның қалдығы мен бета-фруктозаның қалдығының бірігуі нәтижесінде түзіледі. Крахмал полисахаридке жатады. Крахмал көптеген өсімдіктердің қорлық полисахариді болып табылады. Өнеркәсіпте оны картоптан алады. Бұл ақ түсті ұнтақ болып келеді. Оның формуласын С6H10O5 деп жазамыз. Мына жерден көруге болады. Мысалға мына жерде С6H10O5 шығады. Екінші бөлігіден де С6H10O5, С6H10O5, одан кейін көп нүкте тұр. Яғни ол солай буындармен кете береді. Соны біз жинақтап С6H10O5 жақшаға алып N деп жазамыз. Яғни ары қарай да бірнеше молекулалары
бар деген сөз. Глюкозаның физикалық қасиеттері: қатты кристалл зат, түссіз, тәтті дәмі бар, суда жақсы ериді. Мына жерде мынау глюкозаның құрылымдық формулалары көрсетілген. Глюкоза жалпы бейфункционалды қосылыс болып табылады. Неге? Себебі мына жерде бірінші формулаға қарайтын болсақ, бұл жерде гидроксил тобы бар. Бір емес, бірнеше гидроксил тобы бар. Міне OH, OH, OH. Және мына жерде альдегид тобы бар. COH деген альдегид тобы. Сондықтан бұл альдегида спиртке жатады. Енді екінші мына формулаға қарайтын болсақ, бұл циклды түрі, тұйықталып орналасқан. Біреу альфа глюкоза, екіншісі бета глюкоза. Бұл альфа глюкоза мен бета глюкозаның айырмашылығы: мына жерде бірінші және екінші көміртектерде егерде гидроксил тобы бір жақта орналасатын болса, ол альфа глюкоза деп аталады. Егерде сол гидроксил тобы көміртектегі екеуі екі жақта орналасатын болса, біреу астында, біреу үстінде болатын болса, ол бета глюкоза болады. Және бұлардың екеуінің айырмашылығы тағы да физикалық қасиеті бойынша: альфа глюкоза бұл кристалды қатты зат болып келеді, ал бета глюкоза судағы ерітіндісі болып келеді, яғни сұйық болып келеді. Глюкозаның табиғатта таралуы мен алынуы: ол бірінші алынуы жаңа фотосинтез процесі нәтижесінде алынады. Ол сабақтың барысында, басында айтылып кетті. Өнеркәсіпте глюкозаны, полисахаридтерді, крахмалды немесе целлулозаны қышқыл қатысында гидролиз деп алады. Реакция тегеуі осылай жазылады. Глюкозаның химиялық қасиеттері. Химиялық қасиеттері бұл көп атомды спирт ретінде қасиеттер. Жаңа біз айтып кеттік, гидроксил тобы бірнеше болғандықтан біреу емес, сондықтан көп атомдыға жатады. Сол гидроксил тобына байланысты жүреді реакция. Екіншісі альдегид ретінде қасиеттері, яғни альдегид тобына байланысты жүреді. Глюкозаның өзіне тән қасиеттері. Химиялық қасиеті: бірінші, спирттік ашу. Спирттік ашу нәтижесінде спирт түзіледі, этил спирті және көмір қышқыл газы. Келесі, сүт қышқылды ашу. Бұл сүт қышқылды ашу нәтижесінде сүт қышқылы түзіледі. Май қышқылды ашу нәтижесінде май қышқылы түзіледі, сутек газы және көмір қышқыл газы. Тотығуы. Тотығуында көмір қышқыл газы және су түзіледі. Қорытындылай келе, азықтың 60-70% көмір судан тұрады. Көмірсулар азық құрамында көмірсудың жетіспеушілігі зиян, және ол ағзадағы нәруыз бен майлардың энергиясын қарқынды пайдалануға келеді. Олардың ыдырауы нәтижесінде адам ағзасына зиянсыз заттар саны артады. Құрам бойынша бұлар жай және күрделі болып бөлінеді. Глюкозаны көмір қышқыл газы мен суға ыдырайды және энергия бөлінеді. Олардың құрамында екі функционалдық топ болады: гидроксотоп, яғни OH, одан кейін карбонил топ, CO деген. Тағам құрамындағы көмірсулардың көп болуы зиян, ол семіздікке әкеледі. Қантты мөлшерден тыс көп қабылдау ішек микрофлорасы функциясына кері әсер етіп, холестериннің алмасуын бұзады және қан сарысуында оның мөлшерінің көбеюіне алып келеді. Көмірсулар адам ағзасында қорға жиналуы мүмкін. Глюкозаның қолданылуына келетін болсақ, глюкоза бағалы қоректік зат болып табылады. Адам организмде зат алмасу процесіне қатысады. Тамақ арқылы қабылданған крахмал, қант сияқты күрделі көмірсулар ферменттердің әсерінен ас қорыту жолдарында глюкозаға ыдырайды. Адам организмде глюкозаның негізгі бөлігі энергия қоры ретінде жұмсалады. Глюкоза организмде оңай қорытылып, энергия бөлетіндіктен денсаулықты нығайтатын медицинада дәрі ретінде қолданылады. Сонымен қатар кондитер өнеркәсібінде мармелад, печенье әртүрлі, карамель және тәтті тоқаштар жасағанда кеңінен қолданылады. Глюкозаның сүт қышқылды ашу процесінің ауыл шаруашылығында маңызы зор. Ол мысалға сүт қышқылдарын ашу арқылы айран, сүзбе, тағы басқа сүт өнімдерін алуға болады. Сіздерге үйге тапсырма: елімізде қай жерлерде қант өндіріледі? Осы сұраққа жауап жазамыз және қант қызылшасынан қант өндіру процесі туралы әңгімелеп беріңдер. Тапсырма аса қиын емес, оңай.
осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.